Киев истинав mahkemesi Болонь район mahkemesinin kararına Януковичның шикаятына бақы башлады. Сөз сабық президентның devlet хәйінлігі давасы ақында кетті. Айны заманда Британияның юқары mahkemesinde Януковичның боржы хусусында дінлевлер кешмекті. Анда $3 миллиард еврооблигациялар ақында Украина ве Русияның давасы бақылмақта. Русия 2013 сенесі елда 3% төлейжек деп оларны сатын алды. Шындайсе Украинадан борч қайтармасыны талап еті. Кайфысе Русия кредиты Виктор Януковичке Авропаға бүтінлешудің рет әтмесі үшін берілген Қабар еді, деп идея айтты. Чүнки тамам бундан сон о анлашманы имзаламаға рет етті. Сонра майданда юз берген вақалардан сон Русияге қачып кетті.